кешегі қара күндерде жұлдызсыз айсыз түндерде жол таба алмай сенделіп адасып алаш жүргенде бұл күнгі көп көсемдер сұраймын сонда қайда еді ақылы таппай дағдарып жанашыр таппай сандалып барарын қайда біле алмай жүрген бір күнде саңғарып есепсіз көп шешендер жөніңді айтшау қайда едің сарыарқа сайран жерлерім көкорай шалғын көлдерім бәрін жауға алдырып асқар тау биік белдерім қасылып қазақ тұрғандай данышпандар қайда еді енді бүгін кім жаман данышпан емес кім надан қамқор емес кім жауыз жомарт емес кім сараң көсем емес кім жалтақ шешен емес жоқ адам бәрі білгіш бәрінен жеткіздің алла тағала Бәрекелді, құрметті көрермен қауым, Міржақып Дулатовтың өлеңіне жазылған «Қай дедің» әнін сіздерге шырқап берген Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Қуаныш Алтыбаев. Ассаламағалейкум, Қуаныш, қош келдіңіз. Қош келдік. Ал енді осы әннің авторы, белгілі сазгер, журналист Ерлан Төлеубай мырзаны студиямызға шақырсақ, қарсы алайық. Төрлетіңіз, Ереке. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Ассаламағалейкум. Төрге шығыңыздар, жайғасыңыздар. Ал енді жаңа ғана Міржақып Дулатовтың өлеңіне жазылған «Қай дедің» атты әніңіздің тұсауы кесілді. Құтты болсын. Жалпы бұл Алаш тақырыбына арналған ән екен. Былтыр Алаш Орданың 100 жылдығы республика көлемінде атап өтілді.
Енді бұл әннің де жарыққа шығуы осы мерейлі датаның бір сүйіншілі жаңалығы деген ойдамыз. Жалпы бұл тақырыпқа ән жазу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ереке, қалай келдіңіз осы тақырыпқа сіз? Бірінші, ассаламу алейкум, алаш жұрты, қазақ елі, мынау күндердің сұлтаны, айлардың сұлтаны, ораза күндердің сұлтаны жұма мүбәрәк болсын. Жалпы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Анау шеттегі елімде веңіреп жете алмай жатқан қазақтар, отандастарымыз елге жетіп бір ұлыс болсын деп, жаңағы алаш туралы ән жазу, алаш туралы ән айту енді өте салмақты, бүгінгі алаш баласының бір аманаты деп білем. Алыстан алаш десе, аттанамын, қазақты қазақ десе, мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен қалай қазақтықтан сақтанамын дейді ғой. Бұл алаш деген ұғымды біз өзіміз, мен шетелде, арғы бетте Қытайда туылдым. Ахмет Байтұрсынның алфавитімен оқыдық, төте жазумен. Сонда алаш деген тақырыпты алғаш мектеп табалдырығын аттаған кезде білдік. Білсек те енді ары қарай білгеніміз жоқ. Сосын ол жақта да, сол жарыстарда да, аламандарда да алаш деп атқа қонып жүрдік. Енді бүгінгі ұрпаққа бізге осы алаш туралы ән жазу осындай бақыт, мақтаныш деп білем. Мен жалпы осы алаш деген неге осылай келдім. Жақсы. Енді Қуаныш, дәл осы сұрақты өзіңізге де қойғым келіп отыр. Жалпы алаш тақырыбында ән айту ол да үлкен жауапкершілікті талап етеді. Менің білуімше, бұл сіздің эстрада жанрындағы алғашқы әніңіз, солай емес пе? Дұрыс айтасыз үшін, қайырлы кеш, құрметті. Қайырлы таң деңіз. Қайырлы таң, дұрыс айтасыз. Амандасып болайық. Бұл тікелей байланыста болғаннан кейін толқимыз. Жаспыз, дұрыс айтасыз, сөзіңіздің жаны бар. Мен өзім дәстүрлі әнде оқып, енді тамамдап жатқаннан кейін эстрада бағытындағы алғашқы әндерім. Бұл әнге, яғни алаш зиялыларының тақырыбындағы әнді орындау жүгі бар, ауыр. Бұл әннің сазында халық әндеріне сай, латтары, әуендері өзімізге жақын болғаннан кейін, бірден бір келгеннен кейін, өзімен табиғатыма келгеннен кейін бірденен Ерлан ағамыз осы әнді ұсынған кезде, аға орындайым, бірақ салмағы ауыр екен, сөздері де ауыр екен, кешегі қара күндерде, жұлдызсыз, айсыз түндерде, жол таба алмай сенделіп адасып алаш жүргенде деп. Алаштың кешегі дүбірлетіп, тойлатып, осы бір жыл көлемінде болды. Тарзаман деген телехикая түсіріп жатыр, осы ұлттық арна бастаған. Сондықтан биыл осы алаш зиялыларына арналғаннан кейін неге осындай ән орынданбасқа? Неге эстрада бағытында халықпен үндес әндерді орындап көрмеске? Деген ойменен бел буып орындадым. Сәтті шыққан екен, әдемі шыққан екен. Рахмет. Біз енді тікелей эфирдеміз ғой. Хабарласқан көрерменіміз бар, Жамбыл облысынан екен. Өздеріңізге тілек айтам дейді, тікелей эфирге қосайық. Жаңақорғаннан хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ерубай аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Құрметті Таңшолпан жүргізушілерім, Төлеубай мырзаға айтатын бірақ тілегім бар. Мен Жамбыл облысы емес, Қызылорда облысының Жаңақорған елінен. Әнің өте көңілге қонымды шықты аялайын. Осындай жақсы әндерді шығара бер. Өйткені соңғы кездерде бүгін айтылып, ертең ұмытылатын әндер көбейіп кетті. Соның салдары болу керек. Жұлдыздарымыздың өзі де жаңа әннен қашып, ескі әнге шығып кетті. Әнің ұлттық колориті бар ән екен. Сондықтан ұлт жанды әндерін көп болсын айналайын. Рахмет, Ерубай аға. Еңбегіңе табыстаймын. Рахмет, сізге де алғысымызды білдіреміз. Хабарласып тұрыңыз. Біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі де бірегейі Жаңақорғаннан Ерубай ағамыз. Мың алғыс өзіңізге. Енді Ереке, расында да сіздің шығарған әндеріңіздің барлығы дерлік ұлттық нақышта, ұлттық сарында, бұған дейін де жарыққа шығарған Саған келдім ата жұрт. Әлемде бар қазақта бір отан бар. Туған жерге сағыныш, есен бол ескі жұрт сынды әндеріңіздің барлығында осы халықтық нақыш байқалады. Бұл енді өзіңіздің қалыптасқан стиліңіз десек те болатын шығар. Кішкене кезімізден енді менің өзім әкем Суырып Салма ақын әнші болды. Дәстүрлі әндерді домбырасын теріс бұрап шырқап отыратын тойларда.
сол ағамыз, әкеміздің тізесінде отырып, сол халықтың, қазақтың әндерін ести бер жеттік. Содан болар құлағымызға сіңіп қалды. Сосын мынау Қазақстанға келгеннен кейін кішкене батыстың, шығыстың, өзбектің, қырғыздың әндерін тыңдап кішкене құлаққа жат дүние. Шіркін-ай, осы өзгерсек, даланың сарынын әкелсек, ұлттық бояуы бар әндерді әкелсек деп жүретіміз. Алланың қалауымен өзім кәсіби сазгер емеспін. Сол даланың сазымен осындай бір әндер жазылып жатыр. Бәлкім сол әкелеріміздің, шешелеріміздің тәрбиесінен болар деп білем. Жақсы. Сондай-ақ, Ерлан, сіздің азаматтық журналистикада да өзіңіздің алар орныңыз бар, жазған дүниелеріңізді оқырман қауым жақсы біледі. Бұл бағытта қандай жаңалықтарыңыз бар? Жалпы мен ата жұртқа келгеннен кейін 1-2 жыл саудамен айналыстым. Базарда саудамен айналысып, сол ашығын айта берейін, көк базарда жұмыс істедім. Сауды істеп жүріп, сонымен мынау қазіргі журналистиканың қарагері Біләл Қуаныш деген азаматпен танысып 2 жылдан кейін. Сосын Ереке, сіздің журналистикаға осы неге неңіз бар екен, икеміңіз бар екен, жұмыс істесеңіз деп, енді өзімде білетін мынау шетелдерде азаматтық журналистика деген болады. Мысалы, әр қазақ менің жалғызым деген осындай бір жігіт болған соң, ұлттың ісіне, отанның ісіне өзіміздің біркісілік үлесімізді қосуымыз керек, азаматтық пікірімізді білдіре отыруымыз керек деп, анау Мұқағали көк базарда ұн сатып тұр дейді, ұн сатамын деген, жоқ, сен ұн емес, үн сатып тұр екенсің деп радионың бастығы алып кеткен сияқты Біләл Қуаныш осы журналистикаға әкелді. Сосын ақырындап жұмыс істеп жатырмыз қолдан келгенше, қазаққа қай жағынан болса. Еңбегіңіз табысты, жемісті бола берсін. Енді сұхбатқа берілген уақытымыз аяқталды. Сондықтан енді қысқа да нұсқа таңғы тілектеріңізбен қорытындылайық. Бірінші мынау жаңа айтып жатырмыз басында, айлардың сұлтаны ораза мүбәрәк болсын, оразада тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бір шумақ өлеңмен айта салайын, ақынға қара сөзден өлең ай дейді ғой. Туған ел, тұғырымсың, қалықтасам, құлагер бір ұлыңын анықтасаң, Әлихан Ахмет Мыржақыптай еліктеп өсіп едік, алып қасан, сол үшін қадамымды анықпасам, Төлеубайдан несіне ұл боп тудым, қазақты дүниеге танытпасам. Ай, бәрекелді. Уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға келіп осындай әуезді ән шырқап, әдемі сұхбат бергендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз өздеріңізге. Құрметті көрермен қауым, бізде қонақта болған сазгер, журналист Ерлан Төлеубай және Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Қуаныш Алтыбаев. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, біздің эфирде қазір шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан әдеттегідей Елорда төрінен жалғасады, ал біз Алматы студиясы келесі сағатта тағы да тікелей эфирге қосыламыз.